Арыстан мен тышқан. Ертеде орман патшасы арыстан тоғайдың қалың безінде ұйықтап жатады. Бір тышқан ойнақтап үстінен жорғалап жүргенін сезіпті. Арыстан ұйқысынан ашуланып оянып, тышқанды ұстап алып өлтірмекші болғанда, тышқан жалбарынып, тақсыр, мені өлтірмеңізші, бір жола кешіре көріңіз, шиқ деп. Бір күні мен де бір қызметіңізге жарармын деп қоя беріпті. Арыстан тышқанның сөзіне күліп, сен өзің бір кішкентай ғана тышқансың, мені қандай қызметіме жарарсың деп, жәні ашып байғұс тышқанды қоя беріпті. Тышқан байғұс қуанып, арыстан досым деп ойнап жүгіріп кете беріпті. Күндердің күнінде арыстан жортып ойнап жүріп, аңшылардың құрған тұзағына түсіп қалыпты. Шарқ ұрып тыпырлап, бақырып жатса да тұзақтан құтыла алмапты. Сол жерде өтіп бара жатқан тышқан арыстанның бұл халін көріп қасына келіп қарап тұрса, арыстан тышқаңда лажың бар ма, бұған қылар деп жыламсырапты. Тышқан дереу өткір тістермен тұзақты жіптерін кеміріп, қиып кеп жіберіпті. Арыстанды тұзақтан құтқарып, тышқан арыстанға, мені кішкентай деп мән бермеуші едің, міне мен де саған бір ажалдан алып қалдым деп күліпті. Осылайша арыстан жасалған жақсылықтың қайтарымы болатынын жақсы түсініпті.